12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде театрым тағдырым хабары. Және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің төрімізде талантты актриса Құлтаева Жадыра Қазбек қызы. Хош келдіңіз. Сәлеметсіздер ма? Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім керемет, жақсы. Денсаулығыңыз? Аллаға шүкір. Бәрекелді. Сыр сұхбатқа дайынсыз ғой? Дайынмын, әрине. Енді әуелі сөзді осы театрдан бастасақ, киелі сахнаға, қасиетті қара шаңыраққа, театрға қалай келдіңіз? Театрға келгенім кішкентай кезімнен бастап сол жаңағы ауылда жұрттың бәрін жинап алып скетч құратынбыз өзіміз. Сөйтіп жұрттың бәрін жинап алып жаңағы Амина Өмірзақова бар емес па, соған пародия келтіріп жүретін кішкентай кезімнен, сонымен барлығы жиналып кешке жақын ол кезде жаңағы қойлауда барлығы мен тамашалап сөйтіп отыратын. Мен жаңағы анау Тайлақтың анасын ойнаған кісі Амина Өмірзақова, сол кісіні көп пародия жасайтын. Сөйтіп қалаға келдік. Қалаға келіп, осы актерский өнері деген жаңадан ашылып жатыр екен колледжда. Соған келіп документін тапсырдым. Сөйтіп өтіп кеттім экзаменнен. Балалық арманыңыз актриса болу екен. Ата-анаңыз қарсы болған жоқ па? Сіз осы оқуға тапсырып, құжаттарыңызды өткізгеннен кейін. Енді қазақ семья болғаннан кейін жаңағы Ата-анаңыз қарсы оқымайсың деп, одан әке-шешемнен тығылып жарты жылдай. Тығылып тапсырдыңыз ғой? Тығылып тапсырдым. Сөйтіп жарты жылдай тығылып оқыдым. Одан кейін кураторымыз Ақылдос ағай болатын, алғашқы кураторым Бауыржан аға. Одан кейін Ақылдос Тәжиев деген кісі болды. Сол кісілер бір спектакль қойды, өзіме ұнады. Бірақ өзім жалпы табиғатымнан ұяңғызбын, ұялшақпын, көп ашыла бермеймін. Бірақ сахнада шығып ойнаған кезде бір ашыласың да. Театр өзі ақырындап сахнаны өзі төсейді. Бір жан дүниең қозғалады. Керемет тылсым дүние бұл театр деген. Театр сіздің тағдырыңызға қаншалықты әсер етті? Тағдырыма көп деген әсер етті. Әйел адамға қиындау болады. Театр, сахна деген. Оны бірі түсінсе, бірі түсінбей жатады. Театрға шығамын, спектакль ойнаймын деп үйдегілердің ұрсынан кейіннен әке-шешем түсінгенмен жан-жарым түсінбеді соның өнерімнің бар екеніне, қабылдай алмады. Сондай жағдайлар болып жатты өмірімде. Бірақ дегенмен де екі әдемі қызым бар. Екеуісі де жаңағы менің жолымды қуғысы келеді. Екеуісі де балетная академия Селезневаға тапсырып, сол жақтан балерина болып шыққысы келеді. Соған дайындалып жүрміз. Қыздарыңыздың бойында да өнерге деген талпыныс, өнерге деген құлшыныс бар екен. Демек, бұл қаннан келген деп айтуға болады. Ата-анаңыздың бойында бұл қасиеттер бар ма? Өнерге жақын ба? Ата-анамның көбінесе менің апам, үлкен апам, одан кейін татар әжемнің қолында өскен. Ол кісі жаңа ел аралап, жер аралап, жаңағыдай өзі татарларда бір нелер болады, өзі отырыстар болады, өзі әр нәрсе өзі атауымен аталады. Сол кезде кемпірлер жарысы болып жатады, күресі болып жатады, ән айтудан жарыс. Қызық қой, сондайлардың барлығын сол әжемнің қолында өсіп, үйреніп, солай келдім деп айтуға болады. Жалпы, егер былайынша айтсақ, театрға келгендегі бір көзсіз балапан сияқты, сондай болып келдім мен. Еш нәрсені білмейсің. Осы жерде Қуандық Қасымов деген кісі менің ұстазым да, керемет тұлға мен үшін айтып жатады ғой көп адам. Ұлы тұлға депші. Ұлы тұлға деп мен осы Қуандық Қасымовты айтар едім. Қуандық Қасымов ағамыз өте білімді, мировой, әлемдік деңгейдегі режиссерлардың ең алды, номер 1 деген атақты Румынияға барған кезде де ол кісі алды,
шетелдердің барлығында алып жатыр. Египетке барған кезде де сол кісінің спектакльмен барды. Қыз жібек спектакльмен сол жақта да әлемдік дәрежедегі ең бірінші режиссер деген атақ алып жатты ол кісі. Енді ол кісімен бірге жұмыс жасаған маған өте қатты ұнайды. Ол кісі өйткені жан жақты, ол кісі өте кітаппен байланысты, тек қана интернетпен отырмайды, көп нәрсемен шектелмейді. Енді айтып жатады ғой, актерді өсіретін де өшіретін де режиссер деп. Иә. Келісесіз ғой? 100% келісемін. Бірақ дегенмен де соның ішінде режиссерсыз-ақ өз ізденімімен, өзін-өзі қойған, өзін-өзі режиссерсіз да, енді режиссермен де шығар бәлкім, бірақ өз-өзін актер ретінде қойған қаншама актерларды көріп жүрмін. Өз-өзін дәлелдеген актерлар бар. Бірде былай болып жатса, бірде былай болып жатады. Ол мысалға келтіретін болсақ, Кенен Ағарбеков көптеген режиссермен сөзсіз-ақ түсініп, ол рөлін керемет сомдап кетеді. Солай Азамат Сатыбалды, Дулыға ағамыз Алматыдағы маған қатты ұнайды. Олардың шығарғаны әрбір образды, қалай ол образдың ішіне кіріп, екі есе, үш есе жанын беріп, қанын беріп сөйтіп шығарған өте керемет актерлар бар. Осы жерде ойнаған, өзімізде ойнаған Мәкен Рахымжанова қандай актриса. Ол кісіге бүйтіп айтып, түсіндіріп жатудың қажеті жоқ. Ол кісіге материалды бердің ба, қамшы салдырмай шабатын сәйгүліктер бар ғой, сол сияқты шаба береді. Оның сол жерде бізде тағы да Спандияр Мұқышев деген актер болған, Қарабай аға деген болған. Ол кісілердің ұрыспайтын маған, ешқашан ұрысқан емес ешқайсысы да. Бірақ өткен кезде жанынан өтуге қорқатынбыз, демімізді ішімізге тартып. Ақырын ғана бір сөз айтады, соның өзі таяқтан әрі болады. Бірақ сынның өзін орын-орнымен айтады. Бостан босқа ұрыспайтын, бостан босқа не қылмайтын, бірақ сынның өзін әдемі жеткізетін. Сынды қалай қабылдайсыз? Сын маған ұнайды. Сынап алған жерде мен жылап алам, бірақ дегенмен де бір қалыпқа келем. Мен үйде бос жатпаймын, маған айтылған сындардың әрбір айтылған сын, кішкентай жастан да қабылдаймын. Шыны керек, күлесіздер ғой қазір айтсам. Осы жердегі жаңағы цех персонал дейді ғой, еден жуатын апаларымыз келіп, әй жадыра, сенің мынауың не? Деп айтып кетеді ғой, соны үйге барып ойланамын. Шынымен ғой, әрқайсысы менің көрерменім. Әр көрерменнің көңілінен шығу, ол менің басты нем, міндетім. Азанда келеміз, хореографияға қатысамыз, одан вокалға қатысамыз, одан репетиция бір режиссердікі түске дейін, екінші режиссердікі түстен кейін, сөйтіп жұмыс қайнап жатады. Оның арасында сказкамыз бар, оның арасында спектакльдер бар үлкен. Сол, оның арасында өз-өзімізді сөгіп алып жатамыз актерлар. Сенгі партнерский деген болады. Сен неге мына жерде бүйттің? Үйге барып ойланамыз онымен. Тамақ жасап жатып, жаңағы сөзіңді айтып, жаңа автобуста кетіп бара жатып, сөзіңді айтып деген сияқты шыға алмайды. Үнемі шығармашылық ізденісте жүреді. Осы уақытқа дейін сомдаған рөлдеріңіздің ішінен сізге жүрегіңізге жақыны? Маған көңіліме қонатыны, өте бір өзіме қатты жағатыны, майдай жағатыны, бір шомылып ойнайтыным. Ана жер ана деген спектакль қойды Қуандық ағамыз. Сол жерде партнерімді күшті бір Мәкен апай Рахымжанова. Шомыламыз енді, екеуміз де бір кәдімгідей бір рахаттанып. Шыны керек, өмірде ондай жағдай мен ол кезде қызбын ғой, енді күйеу дегеннің не екенін білмеймін. Бірақ енді өзің ойлашы, жаныңдегі өзіңе жақын адамдардың барлығы кетіп қалды өмірден. Сен қандай боласың деп. Ал бір жаңағы жерде ішің бір ақтарылады өзінен өзі енді. Өзіме де ұнайды, сол жерде барлығы көбінесе мені мақтады, сәтті шықты депші. Мақтағанынан емес олшы. Өзіме сондай жақты бұл рөл. Одан кейін Домалақ енен ойнадым.
Қыз жібекте де жеңгесін ойнап жатырмын қазір, бірақ екінші дүркін болған кезде вотқа түстім да, Қыз жібекті де ойнадым. Сол Қыз жібек спектакльмен біз шетелдерге бардық, Египетке бардық. Дала спектаклі деген үздік номинация алдық Қуандық ағамыздың арқасында. Одан кейін сол спектакльмен Румынияға бардық. Ол жақта да гран-при алдық. Одан кейін Қазан қаласына бардық. Қазаннан да гран-при алдық біз. Тамаша. Әлемдік деңгейдегі әр жердің, әр ұлттың өзінің спектаклі болады. 2,5 сағат қойып отыратын, оны сөзіңді түсінбейді шетелдіктер. Соны біздің Қуандық ағаның мастерствосы, ол кісінің тек білімділігі маған қатты ұнайтыны. Жан жақтан пластик арқылы шешті. Қырғызстаннан хореограф шақырды. Ол хореограф ұнамайды, басқасын шақыртыңдар. Қаншама хореографтарды таңдады, зерттеді. Ол кісі анау әрбір қимылың оқылатындай қыл, астары оқылатындай қыл. Мысалға, сөйлейтіндей дейсіз ғой. Кербез деген кім? Ол жеңгесі. Жібек би арқылы жаңағы қалай таңдады, соның барлығын, оның трагедиясын бір ғана шөберекпен. Оны көлде қылдық. Өте керемет режиссер. Сонысымен-ақ айтуға болады. Ол кісі жай адам емес. Өзіңіз сомдаған рөлдердің ішінен бір үзінді бізге, көрермендерге тарту етсеңіз? Домалақ енеден уа жаратушы ем, өзіңнің пәрменіңмен, ақ көңіл адал пейіліммен кеп едім ғой бұл дүниеге. Менің кішкентай жүрегіне мейірімділіктің, адалдықтың ұрығы себілмеп пе дәу бастан. Жақыным дейтін жандардың өзі жабыла жауығатындай. Не жазығым бар еді жасаған кеңдігіне, көз тұрмақ көңіл тоймас кең дүние. Неліктен тарыла береді мен үшін. Бәрекелді. Актрисалардың көңіл күйінің бір сәтте ауысуы, бір сәтте жылауы, бір сәтте күлуі неге байланысты? Қалай өзгертесіздер? Мен жалпы Қырғызстанда да оқығанмын. Сол жердегі жаңағы кімдер айтып жатты? Мұғалімдер болғанда, өзіміздің сокурсниктер да болды. Актер адамдары иллюзия дейді. Иллюзиямен ойнап шықса да болады депші. Иллюзия деген не? Алдамшы, теріс қарап жылау. Сөйтіп Қуандық ағадан сұрадым мен ақылды осыны. Өйткені ол кісілердің айтқан, сен жүрекке саласың, сосын кейін ауру болып қаласың, жаңағыдай не боласың, жаңа инфаркт, инсульттан кетіп жатады ғой, бүкіл актерларымыздың барлығы сондай ауру болып жатыр. Жақында ғана Алтай ағамыз өмірден озды. Сол инсульт жүрекке салып, өмірі біз жүрегімізді қозғап ойнаймыз. Әшейін бүйтіп шыға салатын дүние емес. Сол кезде Қуандық аға айтты, онда сен театрда емес, орның деді. Сен циркке бар деді. Театрда ойнадың ба, жан тәніңмен берілмесең, саған зритель қарағысы да келмейді. Шыны керек қой. Егер мен ол адамның өмірімен сол уақытта өмір сүрмесем, тура сол сияқты сезінбесем, көрерменге не берем? Берері жоқ адам көрерменге жүректен сырын, шерін, мұңын, қуанышын бергісі келмейтін, былайша айтқанда, экономить ететін адам сахнада орын жоқ ол адамға. Көрермен де көргісі келмейді. Керегі не деп сөйтеді. Сонымен кейінгі спектакльдерді қарап отырып, өзімде ой салмақ жасап, шыны керек, шынымен де сондай екен деген ойға келдім. Жүрегіңді бермесең, керек жоқ театрда болып. Дұрыс айтасыз. Сізге қай жанр жақын? Трагедиялық, комедиялық? Комедияда жақын деп айта аламын. Комедияда да. Комедиялық жанрда ойнадым деп жатырсыз. Кімдерді сомдадыңыз? Болат Ұзақов келіп қойды. Ең жақсы еркек деген спектакль қойды. Сол жерде Сылқым әйелді ойнадым. Жаңағы спектакльде. Өзімізге кейінгі келген жаңағы колледждің студенттері айтып жатады. Сіз осындай ойнадыңыз. Маған қатты ұнады деп.
Драма да ұнайды, драма да жақсы. Көбінесе енді трагедиямен, жаңағы, нені ойнаппын ғой, мен бет қарап тұрсам. Трагедия мен драманы көп ойнап. Тамаша, енді сіздің сомдаған рөлдеріңізден бір үзінді тамашалайық. Табиаттан қорлыққа көндім бұл құрлы. Байқалар хәлі. Бұл хатта. Ала сүйер, жар сүйерден түпені жоқтыр деген, сен тоты қыз бақта жүрген, қай жеріңнен тәрбиелеп. Тең емес бір сағанмен, ығласың ені. Шынында, кәмісің дербеткен, иемісің талапсыз, бақсыз мен соң, еріксіз табиаттан қорлыққа көндім бұл құрлы. Байқалар хәл. Бұл хатта. Театрдың қасиетті қара шаңырақтың бүгінгі қоғамдағы рөлі туралы айта аласыз ба? Жастарға қандай тәрбие бере алады? Бүгінгі жастар білесіз, ақпараттық технология дамыған тұста барлығы соткаға, ұялы телефонға қадалып отырады. Барлығы да осы тақырыпты қозғап жатады. Театр жалпы керек па? Қоғамға. Қазір интернет дамыды. Келген режиссерлар да айтып жатады. Театр қайшы 36-шы жылдар ашылды. Оға дейін де біз салт дәстүрімізбен танылдық. Апаларымыздың құртымен, наурыз көжесімен, жаңағы беске салу рәсімімен, жаңағы жоқтаудың өзі бір мәдениет. Дұрыс па, келісесіз ба? Айтыстың өзі қандай мәдениет. Ал театр соның барлығын басын құрап, биі бар, күйі бар, барлығын басын құрап, ортақ бір дүние жасайды. Театр ол үлкен дүние. Ел мен елді ол құрлық асып, өнер арқылы, осы театр арқылы, ол дәстүріміз арқылы сонымызбен танымалымыз. Оларға біз сонымызбен қызықпыз. Әрине қажет. Үнемі есіңізде жүретін Абайдың бір сөзі. Абайдың сөзі поэзиясын оқып берсем бола ма? Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат қадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім. Мұз болмай ма? Тамаша, бәрекелді. Сұхбатымыздың соңында Әулиеата жұртына, Жамбыл жұртына айтар ізгі тілегіңіз болса тыңдауға әзірміз. Әулиеата жұрты, жалпы қазақ елі, өнерді ешқашан ұмытпаңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Біз сіздердің жүректеріңізден орын алуға тырысамыз. Көңілдеріңізден шығуға тырысамыз. Келіңіздер, театр деген үлкен тылсым күш, рухани байлық сыйлайды. Келіңіздер, спектакль көріңіздер, өздеріңіздің ой өрістеріңізді дамытуға тырысыңыздар. Адам өз рухымен ғана күшті, рухымен ғана бай болады. Ақшамен ешкімнің бір керемет болғанын көре алмадым. Рухпен, біліммен адам көптеген жетістікке жетеді деп ойлаймын өз басым. Келіңіздер, өнер тамашалаңыздар, өнерлі болыңыздар, театрды тамашалаңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Театрда кездескенше. Жадыра Қазбекқызы, бүгін алтын уақытыңызды бөліп, сырлы сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Рахмет. Осымен талантты актриса Құлтаева Жадыра Қазбекқызымен болған сұхбат соңына жетті. Қадамын кітап басылар, өмірдің өзі сыя біл. Әу бастан тағдыр жазылар, өмірдің өзі театр. Амандықта жүздескенше, ардақты ағайын.